Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен ерекше бір салаттың түрімен, яғни ерекше лечаның түрімен бөліскім келіп тұр. Лечаға ең керектісі бізге қызанақ, екі түрлі қызанақ аламыз. Үлкен мынандай етті қызанақтарды 3 килограмм, 1,5 килограмм черри қызанағы, 2 килограмм болгар бұрышы, 1 килограмм сәбіз, 1,5 килограмм пияз, 300 грамм сұйық май, уксус керек болады 70%, қант, тұз, горошек, перец, бір бас сарымсақ. Ең алдымен көкөністерімізді жуып, жақсылап тазалап аламыз. Пиязымызды жартылай бөліктерге бөлеміз полукольцами. Морковымызды де сондай кішірек қылып турап аламыз. Одан соң перецімізді 2 бөлікке бөліп ішін тазалап, одан соң осыны 4-ке бөлеміз. Барлық көкөністерімізді дайындап аламыз осылайша. Кастрюлямызды пешке қоямыз отқа. 300 грамм сұйық май, 300 грамм сұйық майды қоямыз. Грамм майымызды құйдық, оның үстіне жаңа турап дайындап алған пиязымызды салдық. Енді осының үстіне сәбізімізді салатын боламыз. Одан кейін үстіне сәбізімізді турап дайындап алған сәбізімізді саламыз. Енді осының үстіне помидорымызды не тартқыштан, не болмаса блендердан тартып алып құямыз. Мен бұлан блендермен тартып алдым. Томатымызды жарты сағаттай қайнатамыз. Одан кейін мындай етіп турап дайындап аламыз. Перецтерімізді осыған перецті саламыз. Яғни болгар бұрышымызды саламыз. Болгар бұрышын салып 15-20 минуттай қайнататын боламыз. Минут 20 минут қайнады. Переціміз енді черри помидорларын саламыз. Мінекей бұл лечаның ерекшелігі осы. Бұл лечаға черри помидорларын қосамыз. Енді жақсылап араластырып 10 минуттай қайнатамыз. Помидор 10-15 минут қайнады. Енді 100 грамм қант, 2 ас қасық тұз саламыз. Дайындап болған сарымсағымызды саламыз. Сарымсағымызды, тұзымызды, қантымызды салып 2 минуттай қайнатамыз.
одан соң бір ас қасық не болмаса бір десертный ложка қасық уксус, бір ас қасық араластырылған сумен араласқан уксусымды құямын. Сонымен ерекше гречамыз дайын. Міне осымен гречамыз дайын болды. Енді жуып дайындап стерильдеп қойған банкаларымызға құйып, жауып, одан кейін төңкеріп, қымтап жауып қоямыз әбден суығанша. Бұл греча үй жағдайында комнатный температурада сақтауға келе береді. Егер рецепт ұнап жатса, дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.